Биылғы жыл Қарақалпақстанлы жастар тұрмысында түп бұрылыш жасалған жаңалықтарға бай болды. 9500 студент үшін ажыратылған қосымша квотаменен біргелікте сырт елдерде оқып отырған жастардың оқуын өз еліне көшіру бойынша берілген жеңілдіктерді қанша мақтан етсек те арзиды. Қаншама шаңырақтардың машқалаларына шешім табылды, мүшкілі жеңілдесті. Замандастарымызға қуанышлы сезімдерді інәм етті. Жастарымыздың ертеңгі күнге болған сенімі артты. Бұлардың барлығы президентіміздің еліміз жастарына деген ғамқорлығы, этібары үлкен сауғасы болды. Бұл имканиятлардың орынды пайдаланып, өз оқуларын Қарақалпақстан медицина институтына көшіруге мияссар болған бақытлы жастардың мысалында бағдарламамызды давам еттіреміз. Шпакер мақтанышлы, соның менен бірге өзіне тән машақаты бар болған бұл кәсіпті таңлаған жас бар екен, әр дайым оқудан, ізденуден шашамайды. Халық арасында саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыруге, медициналық мәдениетті рауаждандыруға, бұқаралардың саламатлығын тіклеуге үлес қосу олардың баслы ниеті. Медицина тарауында жұмыс істеуді өзлерінің алдына баслы мақсат етіп қойған бұл жастарға қарап, әуесіміз келді. Себебі олар үшін барлық шариғатлар жаратылған. Тек қана олардан өз үстінде тынымсыз ізлену талап етіледі. Қарақалпақстан медицина институтында биылғы жылы сырт елдерден оқуларын көшіру имканиятына ие болған 28 студент бар. Ұлбосын Әуезова Қырғызстан Республикасындағы Ош мемлекеттік университетінде оқитын еді. Кішкене екі перзенті менен Ош қаласына барып оқу біраз машқала болды. Бала тәрбиесі менен қоса сырт елде оқудың қаншама қиын екенін ол жақсы біледі. Бұл имканият оның өміріне үлкен жаңалық алып кірді. Енді ол өз елінде емін-еркін білім алады. Бұнан артық бақыт болмаса керек. Осы елдің перзент болғанына жүдә қуаныштымын, себебі біздердің мемлекетімізде жүдә көп жастарға деген жүдә көп имканиятлар жаратылған. Осы имканиятлардан бірін атап өтетін болсам, менің өмірімдегі ең үлкен имканиятлардың бірі бұл сырт жақтан біздердің өз елімізге оқуымызды көшіру болды. Президентіміздің фарманымен біздер өз оқуымызды өз елімізге көшіруге мияссар болдық. Бұнан бір жыл алдын Қырғызстан Республикасы Ош мемлекеттік университетінің емле ісі бөлімінде бірінші курсты оқыдым. Келешекте алдыма қойған ең үлкен мақсат невропатолог шпакер болу. Бұл үшін ұстазлар тарапынан беріліп отырған білімдерді өзіме жақсы өзлестіріп, еліме, халқыма қатал қызмет етуге уәде беремін. Россия Федерациясы Третьяков мемлекеттік медициналық институты студенті Азамат Жабарбергеновті президентіміздің парманыменен өз оқуын осы даргайға көшіруге мияссар болған бақытлы жастардың бірі. Ол кішкене уақытынан баслап тіс шпакері болуды өз алдына мақсат етіп қойды. Ниеті әмелге асқан Азамат енді осы даргайдың студенті. Ол бұл қуанышлы уақияны мәңгі ядында сақлайды. Әрбір сабақты қонтпенен өзлестіруге әрекет етіп отырған замаласымыз келешекте халықтың саламатлығын жақсылауға үлес қосатығын пидайы шпакер болуға бел байлаған жастар қатарында. Мен кішкене уақытымнан тіс шпакері болуға қызығатын едім. Шетелде оқыған көп жақсы, бірақ бәбірім өз еліңде, ата-анаң әлдінде, қоңғабалардың әлдінде оқыған басқаша бәбір. Президентіміздің фарманымен 2023 жылы Нүкіс қаласында медицинский институтқа көшіруге мияссар болдым. Бұл үшін президентімізге мінедаршылығын білдіремін. Медицина теспәтлер менен рауажланып баратырған тараулардың бірі саналар екен. Бұл үшін студенттерден көп оқуды, ізденуді талап етеді. Әмелі жақтан тәжірибе арттыру үшін болса, оларда барлық имканиятлар бар. Ақ халатлы бұл студенттер ертеңгі күні халықтың дәртіне дәрман болатығын, жетік кадрлар болып жетілсуді баслы мақсат еткен. Білімлендіру тарауындағы бұл реформалар болса, республикамыз жастары үшін жаңа имканиятларды ашпақта.